Қазақстандықтар жолдардың сапасына жиі шағымданады. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев та жолдардың сапасын сынға алған. Осыған орай Қазақстанда жолдардағы шұңқырлар мәселесін шешу мақсатында жаңа стандарттар енгізілді. Бұл стандарттар бойынша шұңқырлардың шекті өлшемдері анықталды. Тереңдігі 5 см және ені 15 см-ден асатын шұңқырлар орталық көшелерде 1-3 күн, аудандық жолдарда 5-7 күн, тұрғылық аймақтарда 10-12 күн ішінде жөнделуі тиіс. Ұсақ шұңқырлар 5-20 күн ішінде түзетілуі керек. Статистика бойынша Қазақстандағы жолдардың 30% жөндеуді қажет етеді. Соңғы жылдары жол көлік оқиғаларының 25% нашар жол жағдайларынан туындаған. Жаңа стандарттар бұл көрсеткішті төмендетуге бағытталған. Бұл шаралар жүргізушілер мен жаяу жүргіншілер үшін қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған. Жаңа стандарттар барлық жол категорияларын қамтиды және қала мен ауыл жолдарына қойылатын талаптарды нақтылайды. Жол жөндеу